Мына киелі кесененің ең қасиетті нүктесінің бірі ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жатқан қабырхана бөлмесі. Тиісінше қабырхана бөлмесінің іші сырты соған сай безендіріліп өрнектелген. Соның бір айғағы керемет өрнектермен көмкерілген мына қабырхана күмбезі. Бұл қатпарлы күмбез деп аталады. Күмбездің қатпары 52. Неге 52? Бұл кесененің әрбір кірпіші математикалық есеппен, геометриялық үйлесімдікпен қаланғанын ескерсек, қабырхана күмбезінің 52 қатпарлы болуы да кездейсоқтық емес екендігі анық. Олай болса, бұнда қандай сыр бар? Кесенені салған құрылысшылар, сәулетшілер бұмен нені ишара етті екен? Мәселен, бір жылда 52 апта бар. 52 аптада 52 жұма бар. Әулиелердің сұлтанының күмбезі күндердің сұлтанының жұма екенін меңзеп тұрған жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарияға жазыңыздар.